Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар, арнама қош келдіңіздер. Әдеттегідей достар, видеомды бастамай жатып сіздерден каналыма тіркеліп, достарыңызға таратып лайк басып жіберулеріңізді сұраймын. Қолдауларыңызды аямаңыздар, сіздер үшін 1 минуттық нәрсе, ал мен үшін үлкен қолдау. Достар, осы видеодан 80 лайк жинайық. Бұл видеоны шығару үшін көп еңбектендім. Еңбегімді бағалайсыздар деген ойдамын. Және де FIFA Mobile ойнайтын достарға жеке WhatsApp группа аштым. Dream League ойнайтын жандарға жеке WhatsApp группа аштым. Оның бәрі описанияда тұрады, ссылкасы. Ал енді сіздерден қолдау күтемін осы видеодан. Өткен видеодағы қолдауларыңыз үшін көп рахмет достар. Мен жаңа видео шығаруға шабыт алып жатырмын. Ал достар, енді көп созбай бастайын. Сіздерге жақсы көрілім тілеймін. Кеттік онда. Years later. Міне менде осындай Челсидің составы болды. Осындай состав жинадым. Енді маған Калиду Кулибали, Аспиликуэта, сонымен қатар Жоржиньо керек. Сонда толық құрамда Челси болып шыға келеді. Мына жерде менде Кулибали дайын тұр. Оны сатып ала қоятын боламын. Ал достар, енді сіздерге обзор ретінде бір онлайн матч ойнап жүрейін. Обзор ретінде составыма. Қарсыласымыз осына беру деймі, түрік қой деймін қарсыласымыз. Жапон екен. Ал матчымыз басталды. Стерлинг. Жылдамдығы керемет бұл ойыншының. Жеткізбейді. Өй. Көстік қалды деймін. Стекеленбург. Кай Хаверц. Аубаға пас. Ауба тамаша финтпен. Соққы. Ай, пенальти. Соққы жасатып үлгерпеді. Красный карточка. Дұрыс қызыл қағаз беру керек бұндайларға. Аямау керек.
Бұл жерден біз допты әрине Кай Хаверцқа беретін боламыз. Хаверц соқшы. Соққы, блин. Қалай тауық қойды? Қарсылас қалымша жолға шығып кетті, бірақ біз доп тартып алдық. Қарсылас 10 ойыншымен қалды. Тамаша. Ауба. Енді осы соғатшасын соқты. Есеп 1-0. Қарсыласымыз шайын деп жатыр ма? Жоқ. Қарсыласымыз жалғастырады. До конца күресем дейді. Алаба. Так, бұл жерде N'Golo Канте. Тиаго Сильва. Хорош. Стерлинг. Жылдамдығы тамаша. Пас. Аубаға кетті. Абамеянг. Жеткізбейді ешкімді. Пулишичке пас. Пулишич қатып атыр кішкене. Бірақ доптан айырылып қалды. Канте. Пас өтпеді. Ауба. Өй, не болып кетті мынау? Кай Хаверц. Ай, қақпашы бірінші шығып үлгерген қараш. Так, бұл жерден Рис Джеймс топты ойынға қосты. Ауба. Стерлингке пас тамаша қалдырды паспен. Стерлинг енді әдемі пас беру керек. Қайттан Ауба көтереді және гол. 2-0. Әдемі комбинация болды, достар. Қарсыласымызды мақтап жатыр енді, әдемі гол соқтың деп. Тамаша. Слета дейді ғой. Топты жерге тигізбей. Әдемі гол соқты, достар. Осымен біздің бірінші таймымызды аяғына жетіп қалған екен. Бірінші тайм аяқталды, есеп 2-0. Ал, достар, осы деммен екінші таймымызды бастаймыз. Канте. Пулишичке пас. Пулишич. Стерлинг. Тамаша. Хаверц өтіп барды. Ай. Подкат жасап үлгерген қараш. Қарсыласымыз шабуылда. Соққы алыстан бағытталған, бірақ қақпадан биік кетті. Стерлинг. Аубаға пас. Ауба. Жылдамдығы жақсы байқұстың. Так, Пулишичке пас. Пулишич артқа қарай қалдырды. Хаверц. Соққы. Блок жасап үлгерді. Бұл жер Зиеш. Гол. 3-0, достар. Хаким Зиеш салып отыр ғой. Мына жерде қақпа алдында қарбаласты пайдаландық. Қарсылас жаман жестко тупить етті. Бұл матчта жеңдік десек те болады енді. Айқын жеңіс. Есеп 3-0 қазірге. Тамаша. Рис Джеймс топ тартып ала қойды. Менди. Стерлингке қарай пас. Стерлинг жылдамдығымен қуып жетті. Тамаша. Стерлинг. Пас. Ауба. Гол. 4-0. Міне, достар. Нағыз Челси осындай. Грим Поттердің қол астындағы Челси деген осы міне. Айырып жатырмыз. Бұл жер офсайд. Енді қорғанысқа Кулибали мен Аспиликуэтаны алып алсақ, тіпті айыратын боламыз. Так, Стерлинг вообще дерзкий игрок бар ғой. Кай Хаверц оң аяқпен, ай, сәл ғана қисық кетті. Қарсылас жақтан Дибала жарақат алып жатыр екен. Оны елеп жатқан қарсылас жоқ. Енді уақыт созып істеп тұрады енді бұлар. Не өздері ойнамайды, не кісіге ойнатпайды.
Кай Хаверц. Оң жақта Джеймс ашылды. Джеймс. Жылдамдығы жақсы бұл ойыншының. Джеймстің пасы. Стерлингке. Мен ана жерде ауып жатыр деп ойлап қалдым. Так, қайттан көтерілген пас. Хаверц. Кай Хаверц деп айтайын дедім. Тілім көрмелік болды ғой. Зиеш. Тамаша. Зиеш. Соққы, есеп 5-0. Зиеш дубль жасап, достар. Сол аяқпен келіп 9-ға кеп дәл көздеді. Қақпашта мүмкіндік жоқ. 2 минут қосқан екен. Қарсылас соңғы шабуыл, бірақ біз сухой аяқтауымыз керек. Құрғақ. Осымен екінші таймымыз аяқталды, достар. Қарсыласқа жіберіп қойық. Мынаны Аубы матчтың үздік ойыншысы. Есеп 5-0. Қазір интернет қуып жатыр. Аубы міне матчтың үздік ойыншысы. Осылай, достар, міне матчымыз аяқталды. Обзор осындай болды менің составыма. Ал сіздерге ұнаса, лайктарыңызды аямай басып қолдап отырыңыздар. Егер келесі шығарылымын тезірек шығарғанды қаласаңыздар, осы видеодан өтініш 80 лайк басып жіберіңіздер. 80 лайк бассаңыздар, келесі шығарылым тезірек шығаруға тырысатын боламын. Бұл видеоны шығару үшін көп еңбегім кетті. Соны бағалап кетесіздер деген ойдамын. Келесі кездескенше, достар, сау саламатта болыңыздар. Жеңісті күндерде жолығайық.